Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достары. Бүгін 13-ші сектордан көретіндеріңіз. Луис Энрике Килиан Мбаппені барынша қорғап ақтап алып жатыр. Неймар құр жатқанша клуб сатып алайын деп шешкен екен. Осы және басқа да футбол ақпараттары сіздердің назарларыңызда достар. 13-ші сектор арнасына жазылып, бізді қолдап жүруді ұмытпаңыздар. Ал енді біз бастайық, кеттік. Байер клубы таңғалдырудан шаршамайды. Кеше енді тамаша ойын көрсетті. Жеңіліссіз сериясын жалғастырып келе жатыр. Вест Хэмді бір клуб ау. Осы АПЛ-дың клубы ғой деп ойлағанда жоқ, қарағанда жоқ. Ойынның басынан бастап енді таптап тастады десек те болады. Негізінде Вест Хэм шыдап бергенде қызық болатын еді. Егер шыдап бере алғанда кешегі ойында 0-0 есебін ұстап, Вест Хэм мүмкін келесі қарымта ойында фаворит болып кетер еді. Бірақ та шыдай алмады. Соңғы 10 минутта 80-ші минуттан асқан кезде 2 голды бірдей жіберіп алды. Енді Вест Хэм өз үйінде Байерді талқандап тастайды, кімбік жасайды дегенге мен сенбеймін. Енді өздеріңіздің ойларыңыз болатын болса, жаза отырыңыздар комментарияға. Ал енді Байердің осы маусымда требл жасап тастайтындай тамаша мүмкіндігі бар. Хави Алонсо таңғалдыратын болады, егерде енді Бундеслиганы алып тұр, кубокты алады деген ой бар. Және де осы Лига Европада да осы Байер алады деген ақпараттар бар. Және де букмекерлардың өзі Байерға беріп жатыр. Байер чемпион болады дегенге 2-де 10 коэффициент беріп жатыр. Ал оның артында екінші орында Аталанта алуы мүмкін дегенге 6 коэффициент беріп жатыр. Айырмашылықты сезіп тұрсыздар ма? Демек, Байер алып кетуі мүмкін. Участковыйлар да соны айтып жатыр деген сияқты, сарапшылар да соны айтып жатыр. Бавария Лига Европаны алады дейді. Достар, енді тамаша чемпиондар лигасынан кейін өзіміздің керемет лигаларымызда оралды, топ лигалар оралды. Көп ойындар ертеңге қалды. Бүгінгі ойындарға қарап көрейік, Бундеслигаға қарап көрейік. Бундеслигада Аугсбург пен Унион Берлин ойнайтын болады. Бұл екеуіне де бүгін 3 ұпай өте қажет екенін біліп тұрмыз. Аугсбургқа ертең Европа лигаларында ойнау үшін 3 ұпай әлбетте керек. Ең болмаса 6-ші орынға тұрақтағысы келеді. Қазір Аугсбург 7-ші орында тұр. Ал Унион Берлиннің жағдайы мүлдем басқа, мүлдем нашар. Қазір 13-ші орында тұр. Осыдан енді 2-3 ойын қатарынан ұтылып қалатын болса, ұшып кету қаупі де бар. Сондықтан да оларға ең болмаса жеңілмеу керек, немесе жеңіп өздерінің лигада, Бундеслигада қалатын орындарын тұрақтыландырып қоюы керек. Ал енді бұл екі команда кездескен сайын негізінде бір-біріне көбінесе гол салатын командалардың бірі. Екі команда да соңғы ойындарын жеңілген, сондықтан бүгін барын салады. Бүгін бұл ойында біздің болжам 2,5 голдан көп болады, голдардың саны достар. Ал енді 13-ші сектор арнасының демеушісі 1xBet компаниясы тамаша мүмкіндік беріп отыр. 13-ші сектор промокод арқылы кіретін болсаңыздар, алғашқы депозит үшін 200 000 теңгеге дейін бонус беретін естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі ертеңге дайындала беріңіздер. 1xBet-тің тамаша мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Сілтемесі осы видеоның астында достар. Барселонаға қарсы ойында Килиан Мбаппені алаңнан көрмедік. Килиан Мбаппені қорғаушылар қалтасына салып алды деген ақпараттарда көп шығып жатыр. Және де осыған байланысты Луис Энрике жауап берген екен. Луис Энрикеге Килиан Мбаппе неге Барсаға қарсы ойнай алмай қалды деген сұраққа былай жауап беріпті. Біріншіден, біз командалық ұжымбыз, бір ойыншыға ғана ойнамаймыз. Ал енді Килиан Мбаппенің бәлкім позициясын дұрыс таңдап бермеген шығармын мен. Бұған мен кінәлі болуым мүмкін. Келесі ойында, қарымта ойында жақсы дұрыс позиция таңдаймыз деген ойдамыз. Және де барлық Парис Сен-Жерменнің ойынын Килиан Мбаппеге байлап қоймауларыңызды сұраймын. Біз бір командамыз, деді Луис Энрике. Шынымен де енді Луис Энрикенің кінәсі болды ма, Килиан Мбаппенің кінәсі болды ма? Килиан Мбаппе қандай позицияда болса да бір соққы жасап кететін еді ғой, ең болмаса. Ал енді Барселонаға қарсы ойында Килиан Мбаппе қақпаға 1-1 соққы бағыттамаған екен. Жарайды, Луис Энрикеге сенейік. Келесі қарымта матчты күтейік, көрейік. Ақшаны басып Астанадан бір-ақ шығасың деген сияқты Неймар қазір Әл-Хилальда өте жақсы ақша жасап жатыр.
тура мағынасында жатыр ғой, енді ойнап жатқан жоқ, тек қана жатып ақша тауып жатыр. Жатқанға берсең маған бер деп дұға тілек жасаған сияқты. Енді жатқанда да құр жатқан жоқ, ойланып жатыр, бизнес жасап жатыр, және де өзінің сүйікті клубы, өзінің шыққан клубы Сантосқа барғысы келеді қайтадан. Сантостың ойыншысы болады, және де тек қана Сантостың ойыншысы емес, басшысы, президенті, иесі болғысы келеді екен. Яғни Сантосты сатып алғысы келеді, барлық акциясын. Жалпы Сантос Неймардікі болуы мүмкін жақын арада. Осындай ақпараттар шығып жатыр. Және де Сантостың 150 миллион евродай қарызы бар екен, оны жауып тастағысы келеді, қарыздардың бәрінен шығарғысы келеді, және өзі сонда барып ойнағысы келеді. Елдің назарын өзі арқылы бұрғысы келеді. Енді Неймар Сантосқа барды десе, міндетті түрде Сантос жайлы ақпараттар көбейетін болады. Бәрі өзінің қолында тұр. Осындай керемет мүмкіндікті пайдаланып қалғысы келеді Неймар. Неймардікі негізі дұрыс қадамдар деп санаймыз. Неймардың болашағы Сантоспен байланысты сияқты. Бүгінге осы достар, арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. 13-ші сектор арнасын қолдап жүріңіздер достар. Бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.